Ілияс Жансүгіров, құлагер әдеби драмалық поэмасы. Поэма сюжеті бізге жүйрік құлагер тағдыр жайлы баяндайды. Құлагер сұңқардайын қанатты, шапқан бойда ұшатығын жүйрік шапқа, серіктестеріне бой көрсетпестен ілгер шабатын асыл жануар. Оның серігі ажырамас жолдасы, кішкентайынан аялап өсірген, құндыздайынан күткен ақын сері ақан болады. Бурабайдан келген әншімін. Баймын деп мақтан алмайым. Бірақ қажет болса астымдағы атыма затымда сай екендігін дәлелдеп, өнер көрсетуге бармын. Оқиғаның басы Сағынбайдың асында өткен бәйгеден бастау алады. Көз жұмып, о дүниеде авар болсам, асыма ат тұяғы жетер жердегі Құдай деп құлшылық еткен күллі мұсылман баласын шақырыңдар. Арқаға ат әйгілі бай батырашқа беріңдер. Асты басынан аяғына дейін сол басқарсан. Ятқа қалмайын десен көк тұйғыныңды қоспай-ақ қой. Қол деймін! Поэма алғашқы сәттерінен соңғы тамшысына дейін оқырманды бірдемде ұстайды. Бұл поэманы оқыған адам баласы өзіне жаңа сабақ ала алады. Шығарма адалдық, әділеттік және табандылыққа үйретіп, менмендік, ашушаңдық, сараңдық қасиеттерден жиренуге шақырады.